Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздермен кәрісше сәбіз салатын жасаймыз. Әрине, бұл салаттың тарихын білетін боларсыздар. Қазіргі Кореядағы кәрістер бұл салат туралы мүлдем бейхабар. Кезінде бізге депортацияланған кәрістер өздерінің кемшілігін аңсаған кезде және олар пекинский капустаны таппай, басқа да бір баламасын іздеу арқылы осы сәбізді барынша кемшіге ұқсатып жасауға тырысқан. Ең алдымен сәбізді тазартқаннан кейін кемінде 2 сағат салқын кранның суына салып алған дұрыс. Бұл сәбіздің жұмсаруына, тезірек әрі сочны болып тұруына өз ықпалын тигізеді. Ірі теркада өткізсеңіздер, ол әдемі көрінеді. Тұзды қосамыз. Мөлшерін астында комментарийге қалдырып кетемін. Уксусты осындай бір жерге құйып емес, себелеп әр жерінен құйған дұрыс. Уксус құйсаңыз, міндетті түрде үстінен шекер саламыз. Шекерді де себелеп саламыз. Одан кейін кориандрды шамалы мөлшерде иісі шығып тұру үшін қосуымызға болады. Қатты мыжымаймыз, себебі сәбіз сынып кетуі мүмкін қатты кезінде. Осылай жайлап уқалау арқылы, араластырып уқалау арқылы күш түсірмей жақсылап араластырып аламыз. Мен 5 минуттай араластырамын, сол кезде жұмсарады. Осы кезде дәмін көріп, егер тұзы жетпейтін болса тұз салып, қышқылдығы аз болса уксус қосып, немесе тәттілігі аз болса шекер қосып, осылай жақсылап араластырып жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін жақсы су бөлінеді. Одан кейін чесноктарды теркадан өткізіп, ұсақ теркадан үстіне паприкамызды және ащы бұрышымызды саламыз. Ұнтақталған. Дәл осы кезде сұйық майды ысыта беруіңізге болады. Қайнап тұрған сұйық майды паприка, чесноктың үстіне құйып, осындай быж еткен дыбысы шығу керек. Жақсылап араластырып аламыз. Не көріп тұрсыздар, суы мол бөлінді. Мен суын төкпеймін, себебі ол дәмділік береді, суы да тәтті. Міне жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Жақсылап араластырғаннан кейін кемінде 3 сағат холодильникте ұстаймыз. Одан кейін дәмге ұсына берулеріңізге болады. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер.